Достар, бүгін біз E-лицензия сайтымен ИП ашатын боламыз. Қазір регистрация жасаймыз сайтқа. Төменгі жаққа түсеміз. С помощью ECSP-ға галочка қоямыз. ECSP-мен кіреміз қазір. Согласияға тоже галочка қоямыз да, далені басамыз. Енді мына жерге почта тіркеуіміз керек өзіміздің. Неге почтаны тіркейміз? Потому что сайтқа ертең қандай да бір услуга алу үшін осы почтамен, осы парольмен кіретін боласыздар. Енді бұл жерге парольді өздеріңіз ойлап табасыздар. Өздеріңізге жеңіл әрі оңай. Парольді жазып қойсаңыздар да болады бір жерге. Енді қараңыздар, мына жерге жазған парольді төменгі жаққа дәл сондай парольді жазып шығуымыз керек. Екеуі бірдей болу керек. Енді выбрать сертификат таңдаймыз. Қазір біз ECSP-мізбен кіреміз. Қазір біз ECSP-міз таңдап алайық. Енді мына жерге пароль енгіземіз. ECSP-ңыздағы парольді енгізсеңіз болады. Тексеріп жіберейік. Открыть. Міне біздің данный шықты. Подписаться батырмасын басамыз. Енді бізді сайтқа өткізеді қазір. Міне E-лицензия сайтына тіркелдік. Енді біз ИП ашатын боламыз. Міне обслуживание деп тұр. Соны бассаңыздар, төменгі жаққа қарай түсесіздер. Мына жерде 5-ші пункт бар. Уведомление о начальной деятельности деп тұр. Соны басамыз. Мына жерден біріншісін таңдаймыз. Қазір біз данный время ИП ашып жатырық. Сондықтан заказать услугу онлайн таңдаймыз. Енді біздің случайде Ақтөбе. Әркім өз қалаласын, өз регионын таңдап алса болады. Мен Ақтөбені таңдаймын қазір. Галочка қоямыз. Міне бізді бірінші страницаға қазір өткізеді. Бұл жерде сіздердің данныйларыңыз жазылып тұрады. Почталарыңыз, жаңағы телефон номерлеріңіз, үйдің адресі деген сияқты, жаңағы удостоверениенің нелер номерлері. Енді мына жерге біз отправить етеміз. Не үшін? ИП-ға біз доступ аламыз. Регистрация ИП возможен деп тұр. Далені басамыз. Енді біз екінші страницаға өттік. Бұл жерде біз ручной өзіміз теріп шығамыз. Сіз қай қаладансыз, соның почтовый индекс тересіз. Бізде Ақтөбе болсын. Біз Ақтөбені таңдадық. Енді бұл жерге тоже Ақтөбені таңдаймыз. Енді мен бұл жерге қазір мен көшемнің атын, адресін және телефон номерін, почтасын енгізетін болам. Сіздер де дәл солай жазып шықсаңыздар болады. Енді төменгі жаққа қазір түсеміз. Бізге ИП-ға название ойлап табуымыз керек. Өздеріңізге ұнаған ИП-ның названиесін ойлап тапсаңыздар болады. Міне мен жаздым. ИП-ға название. Енді мына жерде біздерге режим таңдау керек болады. Қазір мен упрощенный режим таңдайтын болам. Міне упрощенка деп тұр. Осыны басамыз. Далені басамыз. Бізге қазір окет таңдау керек болады. Енді біздің случайде ЕСТО болғасын, қазір біз ЕСТОға окет таңдаймыз. Енді әркім өзінің ашып атқан ИП-сы қандай, жаңағы қызметпен айналысады, болмаса товарооборот па, өздеріңіз таңдап қойып алсаңыздар болады. Енді біздіге ЕСТО болғасын, әрине ол жерде ремонт болады. Міне ремонт обслуживание деп тұр. Соны басатын боламыз қазір. Мына жерде көрдіңіздер ме? 33-12-2 деп тұр. Соған галочка қоятын боламыз. Енді әркім өзінің окетін таңдаса болады, который ашып атқан ИП-ға. Міне біздікі барлығы енгізілді. Енді далені басамыз. Қазір режиміміз таңдалды, окетіміз таңдалды. Енді далені басып, біз қазір ИП-ның документтерін шығарып алатын боламыз. Енді қараңыздар, енді толыққанды ИП-міз ашылу үшін біз ERSA-мен подтверждение жасаймыз. ERSA-мен қол қоятын боламыз. То есть
сол кезде біздің ипіміз толыққанды базаға енетін болады. Енді қараңыздар, мына жерде ETSP-імізді таңдаймыз. Қазір паролімізді енгіземіз. Когда сайтқа кірер кезде аутпен кіресіздер, ең соңғысында эрсамен қол қоясыздар. Не данный шықты. Подписаться батырмасын басамыз. Мына жерге галочка қойып жіберейік. Мына жерде қазір уведомление деген шығу керек. Мына лупаны бассаңыздар, жаңа мен айтқан уведомление мен талон шығатын болады. Міне скачать етіп алыңыздар. Өздеріңізге керекті қазақшасын, орысшасын, қайсысы сіздерге ыңғайлы. Бұл талон мен уведомление ертең сіздер печат жасатқанда да, банкке барғанда да осы қағаздарды сұрататын болады. Сондықтан осылай ИП ашып алсаңыздар болады. Достар, мен беріп жатқан ақпарат сіздерге пайдалы болса, комментарий, лайк және каналға жазылып кетеміз. Алдағы уақытта жақсы видеолар түсіретін боламын.